Әже, мен мұнда бір альбом мен фотолар таптым. Бұл қандай нәрселер? Ой, мынау баяғы ескі альбом ғой, оның ішінде суреттері. Не ғой? Мынау сізде ойлаймын. Мынау ғой мен жас кезімдегі ғой. А мынау Мынау атаң, сенің атаң білесің ғой, ұстаз болған, казгуді бітірген, филфакты, сабақ берген мектепте қазақ тілі әдебиеттен завуч болды, мектептің директоры болды атаң деген. Үлгілі ұстаз болды. Ал мынау ше? Бұл деген сенің дәу әжең, мамам. Ал мынау не деген медальдар? Мына медальдары жаңағы дәу әжең соғысқа қатысқан 1941-45 жылдары. 9-ды бітіргеннен кейін жаңағы объявление оқып көшеде қазақ қыздарын майданға аламыз деп. Соны кейін горком комсомолға барып, арыз жазып, өзім соғысқа барам, отанымды қорғайын деп, соны кейін Оралдан 25 қыз аттанып, мамам жалғыз қазақтың қызы болды. Соны кейін сол Москвада снайперский мектепте оқыды, мергендер мектебінде. Мамамен бірге Әлия Молдағұлова батыр қыз, қазақтың батыр қызын білесің ғой? Ол да мерген қаза тапты соғыста. Соны кейін мамам сол соғыста болып көп награда алды. Әр қалада Будапешт, Венгрия, Германияда осы медальдары мамам Берлинге шейін барып, 45 жылдың аяғында қайтып келіп, Оралға, Мәскеметқа жұмысқа кірді, тұрмыс құрды, 5 балалы болды. Қазір мамамда 11 немересі бар, 21 шөбересі бар, и 15 шөпшегі бар. Мамам көп жыл Мәскеметте жаңа отдел кадр болып істеді, атақты болатын, мамам атақты болатын. Қазір музей бар, музейде мамамның бір бұрышы бар. Сонымен дәу әжең осындай несі бар, еңбегі бар, соғыс ардагері, еңбек ардагері. Мамама үкімет сол еңбектерін етіп, 2 рет үй берді благоустройдан. Жылда мамам 9 майда Москваға шақыртатын, сол жерде өздерінің бұрынғы соғысқа қатысқан кісілермен кездесіп, 9 майда барып келетін. Мамам 10 жыл қайтыс болды, дәу әжеңше қайтыс болды, соныменен 78 жасында қайтыс болды. Орал қаласында қойылды. Сол сенің дәу әжең осындай ерлік жасаған, еркектермен бірге жаңа майданға барды. Рахмет әже.